Қайырлы кеш оқушылар, енді біз құрамында модуль таңбасы бар квадрат теңдеулерді шешуді үйренейік. А жағдайындағы есепті қарастырайық. Х квадрат азайтылған 7х қосу 6 тең болады 0. Х-тің квадраты бұл модуль х-тің квадратына тең. Сол себептен берілген теңдеуді мына түрде жазуға болады. Х-тің модулінің квадраты азайтылған 7 көбейтілген х-тің модулі қосу 6 тең 0. Енді жаңа айнымалы енгізіп шығаруымызға болады. Модуль х-ті белгілеп алайық. Айталық т деп. Сонда берілген теңдеуіміз квадрат теңдеуге келеді. Т квадрат азайтылған 7t қосу 6 тең болады 0-ге. Квадрат теңдеу шешейік. Түбірлерінің қосындысы 7-ге тең және түбірлердің көбейтіндісі 6-ға тең екен көріп отырмыз. Олай болса, t1 тең болады 1-ге және t2 тең болады 6-ға. Екеуінің көбейтіндісі 6-ға және қосындысы 7-ге тең. Сонымен біз жаңадан енгізген айнымалыны t-ні таптық. Енді х-ті табайық. Ол үшін бірінші х-тің модулі тең болады t-ның орнына t1 жазамыз 1. Х-тің модулі 1-ге тең. Олай болса, х-тің өзі тең болады плюс минус 1-ге. Яғни плюс 1-дің да модулі 1-ге тең, минус 1-дің де модулі 1-ге тең. Енді екінші х-тің модулі тең болады 6-ға. Осыдан х тең болады плюс минус 6-ға. Сонымен жауабы плюс минус 1 және плюс минус 6 болады. Екінші есепті шығарайық. Х минус 2-ның квадраты азайтылған 8 көбейтілген х минус 2 қосылған 15 тең болады 0. Бұл теңдеуде де х азайтылған 2-ның модулінің квадраты азайтылған 8 көбейтілген х азайту 2 қосылған 15 тең болады 0 түріне келтіріп жазып алайық. Сосын жаңа айнымалы енгіземіз. Х азайтылған 2-ның модулін айталық а деп белгілеп алайық. Сонда бізде мұнда а-ның квадраты, а квадрат азайтылған 8а қосылған 15 тең 0 деген теңдеу шығады. Квадрат теңдеуді шешейік. Түбірлердің қосындысы а1 қосылған а2 тең болады 8-ге. а1 көбейтілген а2 түбірлердің көбейтіндісі тең болады 15-ге. Ендеше а1 тең болады 3-ке және а2 тең болады 5-ге. Көбейтіндісі 15 және қосындысы 8-ге тең болып тұр. Сонымен х минус 2-ның модулі тең болады а1-ге, яғни бірінші 3-ті қояйық 3-ке. Олай болса, х минус 2-ның өзі тең болады плюс және минус 3-ке. Сонда қарайық, х минус 2-ның орнында плюс 3 тұрса, 3-дің модулі 3-ге тең, және х минус 2-ның орнында минус 3-те тұра алады. Минус 3-тің да модулі плюс 3-ге тең. Енді мына жағдайдың өзін ашып жазамыз. Сонда алдымен х минус 2 тең болады минус 3-ке. Осыдан х тең болады минус 2-ні теңдіктің екінші жағына шығарсақ, минус 1-ге. Бұл бірінші түбірі. Келесі х азайтылған 2 тең болады плюс 3-ке. Ендеше х тең болады 5-ке. Бұл екінші түбірі. Келесі, енді х минус 2-ның модулін теңестіреміз 5-пен. Міне, а2 5-ке тең болды бізде. Сонда х минус 2 тең болады плюс минус 5-ке. Солай ғой? Яғни плюс 5-тің да модулі 5-ке тең. Х минус 2-ның орнында минус 5 тұрса, минус 5-тің да модулі 5-ке тең. Х минус 2 тең болады плюс 5-ке. Осыдан шығатыны х тең болады 7-ге. Келесі бұл үшінші түбір, яғни келесі х минус 2 тең болады минус 5-ке. Осыдан төртінші түбірді аламыз. Яғни минус 2-ні теңдіктің екінші жағына шығаратын болсақ, тең минус 3-ке. Сонымен теңдеудің
төрт түбірі бар. Жауабы -3, -5 және 3 және 5. Енді осыған ұқсас есептер сендерде оқулықта бар. Сол есептерді өздерің шығарып, сабақты бекітулеріңе болады.